Бүгінде кескіндеме өнерінің бір түрі мурал сәнге айналғандай. Соңғы 2 жылда көп қабатты үйлердің қабырғаларында суретшілердің түрлі туындылары пайда бола бастады. Мамыр айында Уәлиханов көшесінің бойында орналасқан көп қабатты үйлердің бірінде тағы 2 тұлғаға арналған мурал пайда болды. Соның бірінде көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Дінмұхамед Қонаев бейнеленген. Сондай-ақ ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі Шоқан Уәлихановтың да портреті бейнеленген. Қос тұлғаның жарқын бейнесі жастар мен жергілікті тұрғындарға ой салып, патриоттық рухын асқақтатады деген ойдамыз. Қос муралдың биіктігі 6 метр, ал авторы мануфактура жобасының архитекторы Әділжан Мұса. Автор алдымен портретті скетчбукке, сосын сандық нұсқасын айпадқа түсірген. Содан соң Мұса скетч командасы қос тұлғаның суретін қабырғаға бейнелеген екен. Мурал салу мәдениеті 20 ғасырдың алғашқы жартысында Латын Америкада қалыптасқан. Сол уақытта Мексика тұрғын үйлерінің қабырғасы адамдарды өз құқықтары мен бостандықтарына күреске шақырған суреттерге толы еді. Уақыт өте муралдың мазмұны өзгерді. Ал бүгінде ұлтқа рух сыйлайтын муралдар салу мәдениеті елімізде де қалыптасып келеді. Бүгін біз сөз еткен муралдың авторы Әділжан Мұса да жергілікті тұрғындар қарап үлгі алса деген ниетте мурал салу жобасын қолға алдым дейді. Ал алматылықтар муралдың кімге арнап салынғанын біле ме? Бірге анықтайық. Әрине муралдарды білем. Осы жақында ғана Мұқағали Мақатаевтың муралын ашуында болдық. Біздің жазушыларымызды, өткен тарихымызды бізге еске салып отырады, және де жаңағы адамды дамытуға жәрдем береді, рухани дамытуға жәрдем береді деген ойдам, өзім сондай ойым бар. Негізі муралдардың қою себептері негізі өте дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, Дінмұхамед Қонаев сияқты өзіміздің атақты еңбек сіңірген қайраткерлердің бар екеніне және олардың еңбектерінің ұмытылмағанына септігін тигізеді деп ойлаймын. Үйлерге салынған суреттерді балалар сұрайды, менің балам сұрайды, бұл кім деп. Ол жерге Ахмет Байтұрсынов, мысал, Пушкиннің суреттері, солар туралы біз айтып береміз. Бұл суреттер рухани дамытады біздің балаларымызды. Жалпы муралдар бүгінгі күні әрбір қалаға, әрбір жерге өте қажет деп санаймын. Өйткені бүгінгі күнде әрбір тұрғындар, әрбір жастар осы муралдардан, мысалға Қасым ханның, Абайдың, Ахметтің түрлі мақалдары, сөздерін, қанат сөздерін оқып отырып, өздеріне рухани күш және де өзіне деген белгілі бір мотивация алатыны сөзсіз. Муралдардың үлкен пайдасы бар деп ойлаймын. Бұл біздің қаламызға сән береді, көрік береді, біздің мәдениетімізге үлкен үлесін қосады. Мысалға Абай Құнанбайұлға, Қонаевқа, Шоқан Уәлихановқа салған муралдар бізді осы тарихты білуге, еске алуға талпындырады. Қазір ескі үйлерге салынған суреттер қала келбетіне өң беріп, көшенің сәні мен сәулетін жарастырып тұр. Бастысы, тұрғындарға тарихи тұлғалардың бейнесінен сыр шертеді. Сондықтан муралдың мәні зор десек, артық айтпаймыз.